Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 52. Тұрақтылықтың басты кепілі татулық пен келісім. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, позиция таңдау әдісімен көзқарастарыңды ауызша дәлелдеңдер. Негізгі түйіндеріңді тезис түрінде жазыңдар. Әрбір өркениеттің, діннің және халықтың орындайтын өзіндік міндеттері бар. Қазақстанның түркі мемлекеттері Еуразиялық экономикалық одақ, Еуропалық одақ аясында іргелес елдермен достық қарым-қатынас қалыптастыруы ел тыныштығының кепілі. Ұлттық тұтастық, ұлттық өркендеу халықтар арасындағы келісімге негізделеді. Осындай өзекті мәселелер алдында Қазақстанның беті ашық, жүзі жарқын деуге әбден болады. Қазақ елінің тағдыры тауқыметке толы болғанмен ешқашан өзгені өзегінен теппеген. Елбасы Назарбаев еліміз тәуелсіздікке қол жеткізген алғашқы жылдарынан бастап этносаралық татулық пен келісімді сақтауға, дамытуға, олардың қауіпсіздігі мен бейбіт тұрмысын қорғауға бар күш-жігерін салды. Қазақ халқы қай заманда да елдік пен ел берекесінің тұрақты болуына үлкен назар аударған. Сондықтан да болар ел аузында бірлік бар жерде тірлік бар. Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады деген нақыл сөздер қалды. Бұл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның басты қағидасына айналды. Татулық пен келісім тәуелсіздіктің негізі. Бүгінде Қазақстан 130-дан астам этнос өкілдерінен тұратын 17 миллионнан аса халқы бар беделді мемлекетке айналды. Қазақстандағы этностар қазақ халқымен тарихи сын-сағаттарда өзара келісім орната білді. Қазақстан халқы ассамблеясы бүгінгі таңда қоғамдағы топтастырушы және біріктіруші күшке айналып отыр. Ұлттық тұтастық, ұлттық татулық халық арасындағы келісімге негізделген болған соң, еліміз Еуропалық одақтас елдермен достық қарым-қатынас орнатып отыр. Ел басынан қаншама қиын-қыстау замандар өткендіктен, алдағы уақытта көршілес елдермен өзара келісімде, бірлікте болу Қазақстанның басты қағидасына айналды. Ой түрткі сұрақтары. Кепіл сөзінің мәнін түсінесіңдер ме? Татулық сөзінің синонимдерін атаңдар. Қазақ халқы, қазақстандықтар, этностар деген сөздердің мағынасына түсінік беріңдер. Кепіл сөзінің мәні қандай да бір жайттың орындалуын немесе іске асуын қамтамасыз ету. Татулық сөзінің синонимдері: бірлік, ынтымақ, келісім. Қазақ халқы, қазақтар, қазақстандықтар, Қазақстанда тұратын барлық халықтар, этностар, халық тайпа деген сөзден шыққан. Ғылымда халық терминінің орнына этнос термині орынды қолданылады. Екінші тапсырма тыңдалым және айтылым. Әнет бабаның әңгімесі мен осы тақырыптың арасында қандай байланыс бар? Әнет баба әңгімесінде ел бірлігі жайында сөз қозғалады. Бүгінгі тақырыпта елдегі ауызбіршілік, ынтымақ, татулық туралы болып отыр. Ынтымағы, бірлігі мықты елді жауда дауда ала алмайды. Әдеби тіл нормалары. Еліктеу сөз тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі еліктеу сөз туынды еліктеу сөз болып. Негізгі еліктеу сөз бөлшектеуге келмейтін түбір еліктеу сөздер. Мысалы, морт, күрс, селк, бүлк тағы басқа. Туынды еліктеу сөз түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалған еліктеу сөздер. Жұрнақтары аң, ең, ың, ің, ың. Мысалы, қисаң, елпең, ыржың тағы басқа. Үшінші тапсырма жұмбақтардағы еліктеу сөздерді тауып тұлғасы мен құрамына қарай талдаңдар. Жұмбақтарды шешіңдер. Қалқиған ұзын құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Жауабы қоян. Көк көйлекті жеңешем көлбең-көлбең етеді. Желмен ұшып кетеді, жер түбіне жетеді. Жауабы түтін. Тарпаң-тарпаң тарбиған, түрі жаман жарбиған. Бақа. Төртінші, жылт-жылт еткен жырадан өткен. Су. Бесінші, аяғы біреу қолы жоқ, шиыр жолы көп. Қалам. Енді мұндағы еліктеу сөздерге талдау жасайық. Қалқиған туынды, дара еліктеу сөз. Елеңдеп туынды, дара еліктеу сөз. Көлбең-көлбең туынды еліктеу сөз, күрделі. Тарпаң-тарпаң туынды, күрделі. Жылт-жылт негізгі еліктеу сөз, күрделі түріне жатады. Шиыр негізгі, күрделі еліктеу сөзге жатады. Төртінші тапсырма жазылым. Топқа бөлініп мақал-мәтелдердің жалғасын жазыңдар. Бірлік тобы. Бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Бірлік түбі тірлік. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді. Бірлік бар жерде тірлік бар. Кеңес пішкен тон келте болмас. Татулық тобы. Татулық табылмас бақыт. Жартыны жарып жеген татулықтың белгісі. Аз да бітер, көп те бітер, татулыққа не жетер. Татулықтың арты кеніш, ұрыстың арты реніш, татулықтың арты кеніш.
Абысын тату болса ас көп. Ынтымақ тобы. Ынтымақ жүрген жерде ырыс бірге жүреді. Ырыс алды ынтымақ. Ынтымақ болмай іс болмас. Теңге тиыннан, ынтымақ ұйымнан. Сырттан келген жаудан да іштен шыққан дау жаман. 5-ші тапсырма. Достық бірлік тақырыбына өлең шығарып көріңдер, еліктеу сөздерді қатыстырыңдар. Достық десе құлағым елең-елең етеді, жарқ етіп шығар алдыңнан, досыңа кім жетеді. Бұл өлеңде еліктеу сөздер елең-елең, жарқ. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.